Сәлем достар, бүгінгі видеомыз сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Бүгін адам организм тазалауға, арықтауға және өкпе аурулары, бронхит, иммунитетті көтеретін рецептпен бөлісеміз. Оған 3 тал лимон, 3 тілім имбир және табиғи бал керек. Егерде 2 лимон алсаңыздар, 2 тілім имбир алу керек. Лимонды жақсылап жуып, дәнінен ажыратып, оны ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап турап алған имбир мен лимонды блендерден жақсылап өткіземіз. Дайын болған қоспамызға табиғи балды қосамыз. Лимон витаминдерге бай. Бұл қоспамыз іш қатуды реттейді, іштегі шлактарды сыртқа шығарады. Егерде асқазан ішек жолдарында ауру болса, дәрігермен ақылдасу керек. Балымызды салып болған соң, оны жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспамызды шыны ыдысқа салып, холодильникке қоямыз. Әр күні тамақтан жарты сағат бұрын ішіп отыру керек жылы сумен. 3 мезгіл ішу керек. Егерде видеомыз сіздерге ұнаса, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Және де өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздерге ем болсын.